Қайырлы күн баршаңызға. Дәмі өте керемет, ерекше дәмді мерекелік дастарханға сән беретін 3 түрлі салмамен қатпарлы қамырдан самса дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 125 мл ыстық қайнақ су құямыз. Оған бір ас қасық сары май саламыз. Сары майларыңыз, сүттеріңіз бөлме температурасында болса, қатты ыстық судың қажеті жоқ. Бір шай қасық тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. 125 мл сүт құямыз. Сүт менде тоңазытқыштан шыққан. Бір жұмыртқа қосамыз. Бәрін жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң 500 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұн сәл аз немесе көбірек кетуі мүмкін, жұмыртқамыздың көлеміне байланысты. Жақсылап араластырып қамыр елейміз. Қамырымызды тындырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз тынды, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігін жұқалап, ұн сеуіп жайып аламыз. Жайып алған соң жинап алып қоямыз. Екінші қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымызды жұқалап жайып алған соң 200 грамм сары майымызды ерітіп салқындатып, қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Міндетті түрде сары майымыз салқын болу қажет. Майымызды жағып алған соң, бірінші жайған қамырымызды үстіне біркелкі қылып жайып шығамыз. Қалған сары майымызды бетіне жағамыз. Жақ болған соң, қамырымызды шетінен бастап осылай нығыздап ораймыз. Орап алған соң осылай жинап, сәл шұңғылдау ыдысқа салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа немесе бір түнге қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 350 грамм сиыр етін ұсақтап турап, оған бір бас пиязымызды ұсақтап турап қосамыз. Кішкене құйрық майымызды ұсақтап турап қосамыз. Құйрық май ұнатпасаңыздар, сұйық май пайдалансаңыздар болады. Бір шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық қара бұрыш, қасықтың ұшымен сақталған зыра және жарты шай қасық кориандр қосамыз. Бір шай қасық кепкен ас көк қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бірінші салмамыз дайын. Екінші салмамыз дайындаймыз. 300 грамм асқабақты үккіштен өткізіп аламыз. Оған бір бас пиязды және кішкене құйрық майды сақтап турап қосамыз. Бір шай қасық тұз қосамыз. Жарты шай қасық қара бұрыш және жарты шай қасық кориандр қосамыз. Үлкен ас қасықпен бір ас қасық петрушканы сақтап турап қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Және кішкене сұйық май қосамыз. Құйрық май ұнатпасаңыздар, сұйық майдан көбірек қоссаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырамыз. Үшінші салмамызды дайындаймыз. 300 грамм тауық етін сақтап турап, оған бір бас пиязымызды сақтап турап қосамыз. Бір шай қасық тұз, бір шай қасық копченый паприка, жарты шай қасық қара бұрыш және жарты шай қасық кориандр қосамыз. Сәл сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырымызды алып, осылай ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Бәрін жұқалап жаямыз. Ұнға ұнатып, оқтаумен жұқалап бәрін жайып шығамыз. Бәрін жайып алған соң, салмаларымызды салып, самсаларымызды түйеміз. Біріншісі етпен, екіншісі асқабақпен. Үшінші салма тауық етімен болады. Осылай шеттерін басып, біріктіреміз. Үшеуінде осылай бір-біріне бастырып, біріктіріп шығамыз. Осылай шетінен бастап дәл видеодағыдай түйіп шығамыз.
өте әдемі, ерекше болып шығады. Түсінікті болу үшін тағы да біреуін тиіп көрсетейін. Осылай шетін шымшып, қайтарып басып отырамыз. Осы қамырдан дәл осындай 10 самса шықты. Түйіп алған соң противенімізге салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне қалауларыңызға қарай ақ немесе қара күнжіттен сепіп шықсаңыздар болады. Мен қара күнжіттен да ақ күнжіттен да сепуді жөн көрдім. Бәрін сепіп алған соң самсаларымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Духовкаларыңыз қатты қыздыратын болса, сәл піскен соң, беті қызарған соң, фольгамен бетін жауып пісірсеңіздер болады. Екінші аскабақ тәрізді самсамызды дайындаймыз. Кеңірек ыдысқа 150 мл ыстық су құямыз. Оған 50 грамм сары майымызды салып, жақсылап ерітеміз. Сары майды микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Мен осылай ыстық суда еріттім. 1 шай қасық тұз саламыз, бәрін жақсылап араластырамыз. 1 жұмыртқа саламыз. Және де бәрін бір келкі масса болғанша араластырамыз. 400 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмамыз дайындаймыз. 400 грамм сиыр етін сақтап тураймыз. Оған үлкен бір бас пиязды сақтап турап қосамыз. Кішкене құйрық майдан сақтап турап қосамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Кішкене сақталған сыра қосамыз. Жарты шай қасық кориандр қосамыз. 1 шай қасық кепкен аскөк қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Құйрық май қосқыларыңыз келмесе, міндетті түрде сұйық май қосыңыздар. Сүгіде самсаларыңыздың салмасы сочный болады. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымызды осылай жұқалап жайып алған соң, осындай формамен дөңгелек етіп кесіп аламыз. Бәрін дайындап алдық, бізге қайшы қажет болады. Қамырымызды өстіп бүктеп, қайшымен осылай үшін кесіп алып тастаймыз. Екінші қамырымызға қойып, айландырып, осы бетіне салмамызды саламыз. Тура осы видеодағыдай түйіп шығамыз. Екінші саусағымыздың көмегімен осылай жинап түйеміз. Айландырып, осылай екінші қамырымызды ашып аламыз. Үстіне тағы да салмамыздан саламыз. Тура осылай видеодағыдай қамырымызды жинап, қысып, түйіп шығамыз. Өте әдемі, ерекше. Тағы да түсінікті болу үшін біреуін түйіп көрсетейін. Қамырымыздың тек ұшынан ғана шымшып жинаймыз.
Барлығын түйіп алдық. Противенға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды тізіп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жағып шыққан соң бетіне түменнің қара дәнегін септім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай күнжіт сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісті. Өте әдемі, өте дәмді. Мерекелік дастарханда өте әдемі, ерекше сән беретін самсалар. Дайындап көруге кеңес беремін. Жиі-жиі дайындасаңыздар, тез түйіп үйренетін боласыздар. Самсамыздың іші өте әдемі болып шықты. Қамырымыз да әдемі жұмсақ, ішіндегі салмамыз да өте әдемі дәмді болып шықты. Менің каналымда бұдан да басқа әдемі самсаларының рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көріп шығыңыздар. Алда жақсы самсалардың рецептерін жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.